Желіде сұмдық ақпарат. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Алматыда зейнеткер пансионаттың терезесінен құлап кетті. Әлеуметтік желіде Алматыдағы Забота қарттар үйінде зейнеткер терезеден құлап сүйегі сынды деген ақпарат тарап жатыр. Мекеме қызметкерлері жедел жәрдем шақырудың орнына оны ұйықтауға жіберген. Бұл туралы Қазақпаратқа сілтеме жасай отырып LKZ ақпарат агенттігі хабарлайды. Забота қарттар үйінің күтушісі Бақдәулет Тоқтақұлдың сөзінше, келеңсіз жайт 3 қыркүйек күні таңғы 4 шамасында болған. Біздің орталыққа 63 жастағы ер адам 2 қыркүйек күні түсті. Оқиға таңғы уақытта болды. Науқасты алып келген достары оның сабырлы, агрессивті емес, жаман әдеттері жоқ екенін айтқан болатын. Тек көру қабілеті бұзылғанын ескертті. Ер адам орталыққа жатқызылды. Ол кісіні түні бойы бақылауда ұстадық. Зейнеткер деменция ауруына шалдыққан екен. Ол туралы бізге ешкім ештеңе айтпады, дейді орталықтың күтушісі Бақдәулет Тоқтақұл. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазылып өтіңіз, қымбат көрермен. Сау сәлемет болыңыздар.